Қараңыз міне. Мен кәтірім да міне жолмен да. Менің жолым қайда? Жақсы, велосипедпен болмай-ақ қояйын да. Қазір велосипед қода, велосипед болмасын. Мен осылай кәтірам да, менің тротуарым қайда? Бордюр қайда? Ана Астрахань Атырау трассасын түсіріп жүрмін ғой мысалы. Ояқта кейбір адамдар жазып жіберіпті. Қайдағы тротуар ол деген трасса деп та. Ал жақсы трасса бола қойсын. Трасса болса, не қайда кетті? Мынау ғой мысалы. Мына жол ғой мында. Мұндағы тротуар қайда? Мен жаңа қақып кете жаздады. Бірақ мен артқа қаратып кетірдім бе камераны мысалы. Ал мені ойлап қараңыз. Халық үшін жүрмей, кім үшін жүр? Мен мысалы, маған бір тиын да түспейді. Маған тиктогыма да, инстаграма да, фейсбугыма да. Ал бұл үкімет жолды жасайды, қашан жасайды? Көрдіңіз бе? Соны айтқым келеді. Ал онымен сіздер менде әлеуметтік желі қараушылар менен бас тартып жатыр ма? Группадан шығып кетіп жатыр. Достықтан шығып кетіп жатыр, достықтан. Оның достықтан шығып кетіп жатқанын қайдан біледі десейші? Достықтан шығып кетіп жатқанымды мен мына бір бала түсіп қалады ғой. Жақсы, достықтан шығып кетіп жатқаным менің қайдан білем? Неге десең, менің достығымда мысалы 5000 адам еді да, қазір 4700 ба сондай қалыпты. Ал екінші аккаунтымда мысалы 1000 адам еді. Өтірік айтам, 1000-ға жеткен жоқ әлі. Прямой эфирге кіре алмаймын. Бірақ бәрі бағанағыдай. Мынау жақында бір Көктоғай ауылдық округінің әкіміне астына жазғам. Мысалы, білместіктен жаздым ғой мен мысалы, бірақ оның халық саянып жатыр деп айтпай ма? Әкімшілікте мен оны көрген жоқпын. Неге десе, Құрманғазы ауылдық әкімшілігі мені бұлыққа салып тастаған. Енді мені біреу жамандап жазып жіберді да. Ал жақсы, ол жамандай қойсын да, жамандаса оны қолдап бағанағыдай Ернар Боранғалиев оны алып, орда қолдап кетті. Ал Ернар Боранғалиев маған жамандайды мысалы да. Неге жазасын дейді. Мені оны жамандап атқан жоқпын. Ол КВНчик. Ернар Боранғалиев. Ал КВНчик бола тұра, ол сілтемені бағанағыдай не деп қалай жазады? Не аты? Нағыл етеді, сілтемеге жазып қояды ғой. Мен салып қойсам, мысалы онлайн емес, подписчик деп салып қойсам, подписчиктердің бәрі қарайды ғой. Сөйтіп салып қойыпты. Ал менің бір қателігім, әйел адам, мысалы, қосшы болмайды, қосшы болмайды, қос бастаған, қалайды, әйел бала қостаса, ол деген бағанағыдай жақсылыққа келмейді. Бұл жерде әртүрлі ғой. Бірақ менің ойымша халық бірінші сайлау керек сияқты талқылаға. Жақсы, олар берген екен, соны қабылдаған екен. Бірақ оны мені сырым деген бір адам, сырым ба, сымбат ба, бір адам шығармай тұрып, оны 3 адам жазған тек қана. Ал енді Ернар оны белгіленгеннен кейін оны қараған адамдар бәлен адам қарайды да. Әкіметтағылар, бүткіл әкімшіліктегілер. Мен Арман Жайықты белгілеймін, Рүстем Баязитті белгілеймін. Кімдікі қате, кімдікі дұрыс. Менің айтқаным, қатын бастаған көш оңбас дедім. Кілең бастық етіп қойып жатыр. Айда Балаева, Жұлдыз тағы, анау бастық. Әйел адам бастаған үйіңде де әйел адам, отағасы ер адам ғой. Ал үйден қараңыздар, ал тәрбие бесіктен дейді. Қызыңыз тиктокта, ұлыңыз тиктокта таңертең кешкіден билеп, бағана бөкселерін көрсетіп, құйрықтарын қимылдатып, сондай шаруа істеп жатырғанда, мен әйел көш бастайды деп айта алмаймын, шын айтайын. Бәрі бағанағыдай. Әкімді мен бір рет тек қана мақтадым. Мақтанған ботына жатты дейді. Одан кейін барып бұйырғын жақта түсіріп жүргенде қамысты не істейміз дегенде халықтан сұрадым мен. Сол кезде қамысты қалай не істеуге болады дегенде маған ешбір 5-6 адам хабарласты. Енді айтатын түкетері 5 минут болып кетті видеом. Мен мына жол жайлы айтып жатырмын ғой, соның ішіне бағана қосып жіберіп жатырмын бағанағыдай.
әкімдерді қостайтын бағанағыдай Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы болғанда өлең шығарғандар бар, Тоқаев елбасы болып тұр, оған өлең шығарып жатқандар бар. Енді аманат кетті, әділет басқарып жатыр, оған әділ болсын деп оны қолпаштап жатыр. Сондай азаматтарға мына бейнеролигім. Жаңылмайтын жағы жоқ, сүрінбейтін тұяғы жоқ дейді ал. Жолды дұрыстап алыңдар, бірінші әкімшілік жолды дұрыстап алыңдар. Сосын барып бағанағыдай белгілемеңдер мені белгілемей тұрып маған айтыңдар бірінші. Коля бүйтіп жатырмын. Сол сияқты мен де дайынмын. Мен бірақ бағанағыдай Ернабаранға разверткті толтырып, әкімшілік дайын сенімен. Хей, Құрманғазы ауылдық округі әкімшілік мені блокқа салып тастап отыр. 8701 460 31 блокқа салып тастап отыр. Телеграм. Құрманғазы әкімшілік телеграмға блокқа салып тастап отыр. Абай мектебі блокқа салып тастап отыр. Бегалиев мектебі блокқа салып тастап отыр. Әуезов мектебі блокқа салып тастап отыр. Неге десең, мен бағана нашар жат жазбаймын. Значит, олардың бағанағыдай тұспа-тұс бір жерлеріне тиіп кетіп тұр. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, амандап алайық, жолды дұрыстап алайық. Жолдан басқа стадион бар, стадионнан басқа фок бар. Фоктың ішіне бағанағыдай қол жуатын душ салып алыңыздаршы. Сосын маған айтыңыздар. Коля не істеп жатыр екен. Менің немді белгілемеңіздер. Коля Алексеевич деп ана Көптоғайдың ауылдық әкіміне айтайын. Әкімін емес, Көптоғайлық жігіт, өткен жігіт болып алып, Елшиш дегенім ғой, короче. Дакарта мені халық қолдайды, бізе қолдайды. Тек қана Көптоғай емес. Бүткіл Сапонда да әйел адам деп бір жар жіберіпті ана кім деген. Ол да әкімшілік Серік Шапкеновті қолдайды. Әкімді қолдамаймын демеймін. Елбасыны қолдаймын. Амандықта.